небір дуалы ауыз азаматтар Шу қаласын 9 жолдың торабына айналдырды. Алайда бұл киелі мекеннің 9 жолдың торабына айналдырғаны енді ғана емес. Қара судай тұнып жатқан тарихымызға сәл үңілсек, шежірелеріміз алдымыздан атойлап шыға береді. Басқаны былай қойғанда, өзіміздің еліміз тәуелсіз, егеменді. Қазақ деген азулы халықтың тірі куәгері болып қаламыз. Ал біздер ол туралы не білеміз? Жалпы өзен, көл, өлкені Шу деп атауға боламы? Оның екі әріптен ғана тұратын географиялық атауының сыры неде? Тіпті осы Шуды жас қаланың санатына жатқызуға боламы? Для меня, как для уроженца этой земли, помянутые вопросы также являются загадкой, как неоткрытое золото. Когда перед тобой нет старика с родословной письменного письма, рассказывающего тебе все это, ты обращаешься к научным трудам. В казахской энциклопедии Шу – река, в Кыргызии и Казахстане его длина составляет 1186 километров. Бір жолы ақсақал қарасақал жиналған алқалы кеңесте осы сұрақты көпшілікке төтесінен қойып көргенім де бар. Әуелде бәрі тосылып қалды. Сәлден кейін ғана бір батылдау қария: шындығында бұрындары өзеннің қамысы мол болыпты балам, тіпті ішінде жолбар жортады екен. Оның үстіне бұл жақтың тентек бораны долы желі де аз емес. Белгілі ғалым Дәрбесалинің айтуына қарағанда, Хайдар Дулати бабамыз өзінің Тарихи Рашиди атты кітабын 1544-1546 жылдардың шамасында Кашмирде жазған. Осыған қарағанда біздің өлкеміз бен өзеніміздің Шу деп аталуы 1223 жылғы француз мәмлегері Вильям Рубруктың жолжазбасынан да, Қозыбасыдағы 1458 жылы қазақ хандығының тұсауының кесіліп, бөрілі байрағы көтеріліп, Керей мен Сұлтанды хан көтеруінен де әріде жатыр. Қай тарихи кезеңді алсаң да, қай шежірелі еңбектерді ашсаң да, ежелден-ақ қойнауына құт береке дарыған Шу өзенін, оның өлкесін, елі мекенін айналып өтпеген. Сонау бағзы замандағы Гомер мен Геродоттан бастап қазақтың Ресейге бодан болуына дейін бұл жермен кімдер өтпеген. Оның тұнып тұрған табиғи байлығына, тамылжыған табиғатына, жұмысқы саясатпен кімдер сұқтанбаған десеңші. Енді осыдан шығатын қорытынды қайсы? Біріншіден, Хақан Шу жайындағы аңыз тарихи шындық. Өйткені Ескендір Зұлқарнайынның Орта Азияға жорық жасағаны, оның ауыртпалығын өзге емес, дәл осы Қазақстанның оңтүстігіндегі сақ массагеттердің көтергені де айдай анық. Ал ондағы жер-су қала лауазымды адамдарға да Махмұд Қашқаридің өзі қосымша тарихи анықтама береді. Оны жоғарыда айттық. Әрі аңыздың Зұлқарнайын шегініп кеткеннен кейін Хақан Шу да жеріне қайтады. Баласағұнға дейін ілгерілеп өз есімімен аталатын Шу шаһарын салдырып, тыныш өмір сүреді. Деуіне қарағанда түркілердің Шу хақаны да өмірде болған. Өте ақылды, ұстамды әрі айлалы тұлға. Ол еңсегей бойлы, қақпақ жауырынды, өткір көзді, түсі суық, шашы ұзын, бұлшық еттері бұлтылдаған. Сақал мұрты енді ғана тебіндеп келе жатқан балаң жігіт кейпінде суреттеледі. Тіпті осы мақала жарияланысымен Шу аудандық мұрағатының қызметкері мүсінші Жұмақан Шоқаев оның келбетін сомдап та шықты. Осы аңыздан ақ Хақанның табиғи болмысын бірден тану қиын емес. Осыған орай Зұлқарнайынның жорығымен есептегенде біздің жыл санауымызға дейін 336-323 жылдары, яғни осыдан шамамен 2300 жыл бұрын Шу шаһарының қаласының іргетасы қаланған деуімізге тарихи негізі бар. Ал енді бүгінгі кентімізді, оның заңды жалғасы мұрагері екендігін ескерсек, бүгінгі Шуды жас қаланың санатына жатқызуға болмайды. Өйткені оның тарихы тіпті көне Тараздан да ілгеріде жатыр. Екіншіден, сол кездегі Шу өзені Хожен деп аталған. Тағы да аңыздың Баласағұнға жақын Шу қорғанын салдырып өзі басқаратын деуіне қарағанда, жасанған жау Ескендір Зұлқарнайынның қалың әскеріне өткел бермейтіндей, бұл маңда бұдан басқа мол сулы өзен жоқ. Әрі Хақан
шудың шығысты бетке алып еш кедергісіз жүре беруіне қарағанда шу қорғаны өзенінің оң жағында, қазіргі қала сол жағында, яғни Баласағұн қаласының қарсы бетінде болған. Сөйтіп Хожент өзені де Қоқан шудың кейіннен салынған шу шаһарының қызметіне шу атанған. In the study of the history of Shu, one of the giants of the Turkish peoples, Mahmud Kashgari has a special place in his scientific work called Diwani Lugat H2. In this book, in the section осы өзеннің жанында қазақ деген халықтың ұлы байрағы көтеріп іргетасы қаланды. Енді міне осының себепшісі болған ұлы бабамыз Шуды да бүгін еске алдық. Оның аруағы риза болып, жайы жанатта болсын. Кезінде ұлы бабаның өзі аңсағандай өзеннің күміс көлшігінде қаз жүректер сүңгіп, барлығы қуанышқа толып, бейбіт өмір сүріп, жақсылықтың жаралғысы Шу ләйлегі де онда мәңгі бақи қалықтап жүре берсін.